дыбыстары. Тіл тазалығы мәселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтаймыз. Основа духовной модернизации. Мы модернизируем современный казахский язык, совершенствуя его грамматику. Оқу үрдісі. Қазақ тілін оқытқан уақытта бас артық таңбаларға қатысты емре барлық оқу орындарында оқу үрдісін жеңілдетеді. Язык современной науки – это базовый элемент культурной и научной открытости Казахстана всему миру. Халықаралық дәреже. Латын әліпбиіне көшу қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады. Мировая модернизация – это ломка старых принципов, привычек и механизмов ради нового и прогрессивного будущего. жаңғырту түбі бір түркі дүниесі негізінен латынды қолдану біздерге олармен рухани, мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты тығыз байланысты күшейтеміз. Интеграция в мировое пространство, простота доступа к достижениям стран, использующих латиницу. Бұл жерде елін қорғап терлеген, батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы, байлығы молдағы бар жау жүрек баласы, арманға бас